ағайынның бірлігін дәріптеп, болашақ ұрпаққа айрықша келелі ой түйген кесімді пікір білдірген Қалменов Құл Ахмет, Бақыт Шажанбаев, Ыбырайхан Нәлібаев, Жолмырзаев, Нәби Ақаев, Қойшыбаев, Құлшабеков, Амангелді, Омар Меренбек және басқа да ел ағаларымен осы қорға басшылық жасап құрған осы кісілер. Ағайынға жаңаша болған кісілердің Бесер сияқты кесенесін салу туралы тарихи шешімді жаңа айтып өтті. Осы кісілер бастап құрып, сол бір жылда аяқтады. Қазіргі уақытта маған жаңағы сенім білдіріп, ақсақалдар мені сайлады. Содан бастап мына кесенені жаңарттық. Бұны жаңартқанда алматылықтар көмектесті. Оның қалғанын жаңағы өзіміздің осындағы ағайындар көмектесіп көпшілікпен бітті. Сосын мына астаналы ағайындар ояқтағы мына темір қоршауды бәрі жүргізіп берді. Сосын қалған жұмыстарды осы жылына ағайындардан 2000 теңгеден жиналады. Соны осы мына шырақшыны ұстаймыз, аймай 30 мың теңге айлығын береміз. Тағы абаттандыру жұмыстарында пайдалануды. Сосын осының басы қасында жүрген мына осы өзіміздің азаматтарды атап өтсек, демеушілік жасап атқан мысалы Мұхаммед Исаил Серіков, Тілеуберген Шәуітай, Мақсұт Нәлібаев, Қайрат Сәрсенбаев, Жамбыл Шажанбаев, Абзал Амангелді, Сәбит Қадырқұлов, Шынжырбай Оразмаханұлы, Мәулен Әлішев, Шағдар Шайхыұлы, Мұхан Қожанбаев деген тағы да басқа азаматтар көптеп көмектеп осы әрдайым бізге көмектесіп жатыр осы қорға, оны айтпасқа болмайды. Сосын екінші жеріміз шықты. Оны демеушісі Махмуд Ыбырайханұлы Нәлібаев 2013 жылы шықты. Авторы Амангелді Үлшібаев. 2021 жылы Ыбырайым ағамыз осында келген шығар Астанадан. Осы үлкейтіп жақсы шежіре шығарды. Мына қыздарды қосып. Бұл отқа дейін қыздар қосылмайтын еді ғой. Алыс жақындағы қыздарды бәрін қосып осылай шығарды. Ал қадірменді ағайын Бесар сияқты баба әруағына арналып беріп жатқан ас қабыл болсын. Тек қана жақсы күндерде кездесуге Алла тағалам нәсіп етсін дейміз.